Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге өте қатпарлары көп, жұмсақ болып пісетін, ертеңгі күнге қалса да сағыз сияқты болып қалмай, жұмсақ болып тұратын өте дәмді қаттаманың рецептін көрсететін боламын. Негізі рецепті қосатын заттар өте қарапайым, бірақ жасалу жолы сәл ерекше, сондықтан жасалу жолын жақсылап қарап алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға қайнап тұрған суды құямыз. Үстінен бөлме температурасындағы немесе салқындау сүтті құятын боламыз. Кейіннен үстіне тұз, кішкене шекер және де дрожжды саламыз да қасықпен тұз бен шекер кішкене ерігенше араластырып жіберетін боламыз. Барлық заттың мөлшерін описание қалдыратын боламын, сол жерде қарап алсаңыздар болады. Кейіннен ұнды қосқан кезде міндетті түрде електен өткізіңіздер, өйткені ашитын қамыр болғандықтан бұны міндетті түрде електен өткізу керек. Бірінші, қамыр ыстық болғандықтан қасықпен немесе лопатамен араластырып, кейіннен қолмен осындай жұмсақ етіп қамыр илеп, бұл қамырды 1-8 бөлікке бөліп, бетін жауып 15 минутқа демалдырып қойғанбыз. 15 минуттың ішінде кішкене қамыр көтеріліп шығады. Сол кезде барлығын алып, бірінші осылай, кейін оқтаумен домалақ етіп, жұқа етіп жайып шығамыз қыздар. 4 қамырды бірден жайып алыңыздар. Сол кезде бірінің үстіне бірін дәл осылай май жаға отырып, үстіне осылай жайып шығасыздар. Дәл видеода көрсеткендей жасаңыздар қыздар, ешқандай ерінбеңіздер, сонда қаттамаларыңыз өте керемет болып шығады. 4 қамырды осылай бірінің үстіне бірін жаятын болсаңыздар, қатпарлары өте керемет болып шығады қыздар. Негізі бұл жерде үлкен 4 қаттаманың рецепті сіздер 2-ге бөлсеңіздер болады рецепт. 4 зуаланы осылай бір-біріне беттестіргеннен кейін дәл осылай ораймыз. Видеодағыдай етіп ораңыздар, сонда қаттамаларыңыз керемет шығады қыздар. Естеріңізде болсын. Және де қыздар, дәл осы жерде орап алған қаттамамызды дәл осылай ортасынан бөліп алатын боламыз қыздар. Сол жерде міне көріп тұрғандарыңыздар, қатпарлары өте керемет. Морозилькеге салып, кішкене сары майын қатырып алатын боламыз. Бұны сары майы қатқаннан кейін бір 10-15 минуттан кейін алып печкаңызда пісіре берсеңіз болады. Печкаңыз өзіңіздің ыңғайыңызға қарай нан пісіретін градуста пісіре бересіз. Бетіне жұмыртқаның жұқалау етіп жайыңыз барынша, өйткені ол піскен кезде ашыған қамыр болғандықтан әдемі піседі. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжет немесе мак себепсіздер де пісіріп ала бересіздер қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өйткені дәл қазір Рамазан айында көбісі қаттаманы жақсы жейді, сондықтан да барлығына ұнайтыны анық қыздар. Жасап көріңіздер.